Бәріңізге сәлем. Бүгін сіздерге Филиппинде болған ерекше оқиғаны айтып беретін боламын. Бұл оқиға сіздерге қандай да бір ой тудырып, өзінің мағынасымен естеріңізде қалатынына сенімдімін. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Бұл оқиғаны Фейсбукте Даниэл Дан дейтін жігіт бөліскен болатын. Менің есімім Даниэл Дан. Мен университетте жұмыс жасаймын. Мен өз өмірімде көптеген ата-анасынан ұялатын студенттерді кездестірдім. Алайда мен оларды кінәлағым келмейді. Осы сәтте балалық шағымдағы бір оқиғаны айта кетейін. Мен 11 жаста болатынмын. Жақсы мектептердің бірінде оқыдым. Алайда мен бай отбасынан емес едім. Менің әкем баллон жеткізуші адам болып жұмыс жасайтын. Мен бірақ бұған мақтанышпен қарамайтынмын. Менің сыныбымдағы балалардың барлығы ауқатты отбасынан болатын. Соның ішінде Бен деген бала. Оның заманауи неше түрлі құрылғылары болатын. Және ол қайтар кезде өте қымбат машина алып қайтатын. Өйткені оның әкесі бизнесмен болып жұмыс жасайтын. Бір күні мұғалім бізден ата-аналарымыз қай жерде жұмыс жасайтыны туралы айтып беруімізді сұрады. Бен шығып өзінің әкесі жеке бизнесмен және өзінің жеке меншік Mercedes-Benz көлігі бар екенін айтты. Сыныбымдағы балалардың барлығы қызығып тыңдап отырды. Ал мен болсам не айтамын деп ойланып отырдым. Осы сәтте Бен өзінің сөзін аяқтап, Дэн, сенің әкең қай жерде жұмыс жасайды деді. Мен ұялғанымда не айтарымды білмедім. Өйткені сыныбымдағы балалардың барлығы ауқатты отбасынан болатын. Осы сәтте менің әкем Беннің әкесіне қаншалықты айырмашылығы бар екенін сезіндім. Өйткені Беннің әкесі әдемі киініп, жеке меншік жүргізушісімен жүретін. Ал менің әкемнің көне мотоциклі ғана болатын. Мен оның ешқашан костюм кигенін көрген емеспін. Ол үнемі өзінің көнерген жұмыс киімінде ғана жүретін. Сыныбымдағы балалардың барлығы күлмес үшін мен өтірік айтуға кірістім. Өйткені менің әкем ғана сондай еді. Менің әкем бизнесмен және менің әкемде Беннің әкесі секілді Mercedes-Benz көлігін айдайды дедім. Бірақ сыныбымдағы балалар таңғалмаған секілді. Бен күмәнмен қарап, келесі аптада әкелер күні болады. Сол кезде сенің әкең де келсін деді. Мен не айтарымды білмей қалдым. Менің өтірігім ашылып, бәріміздің кедей екенімізді біліп қояма деп қатты қорқып кеттім. Менің әкем бірнеше күн бұрын әкелер күні қашан болады, барайын ба деп сұрап еді. Шамасы қатты келгісі келген ол. Мен сол күні үйге бара салысымен әкеме бардым. Әкеме барып, әке, сен біздің мектепке келмеген дұрыс болар дедім. Ол өте таңғалды. Өйткені көптен бері бұл мейрамды күтіп жүрген еді. Әкеме мектепте болған жағдайды айтуға тура келді. Әкем сөзімді соңына дейін тыңдап, біраздан соң, уайымдама балам, барлығы жақсы болады деді. Бірақ та мен әкемнің не ойлағанын білмедім. Мейрам басталып кетті. Менің сыныбымдағы барлық балалардың әкесі келді, ал менің әкем әлі келмеді. Келмей-ақ қойса екен деп отырдым. Бір уақытта алыстан әдемі киінген бір адам келе жатты. Менің әкемнің жүрісіне ұқсайды екен. Бір уақытта жақындап келген кезде, ол менің әкем екенін көріп өте қатты таңғалдым. Ол менің әкем екеніне басында сене алмадым. Өйткені үстінде қымбат костюм, аяғында жарасымды туфли, ал қолында болса өте қымбат сағат болды. Менің өтірігім ашылып қалмайды ғой деп қуанып едім. Алайда артынан есіме оның көлігі жоқ екенін есіме түсті. Менің өтірігім ашылып, сыныбымдағылардың барлығына күлкі болам ба деп қатты қорықтым. Мейрам аяқталды. Мен әкемнің ізінен келе жатырдым. Бәрі бізге қарап тұрды. Бір уақытта күтпеген жағдай болды. Әкем Мерседеске жақындап, балам отырсаңшы деді. Мен аузымды ашып таңғалып қалдым. Сыныбымдағылардың барлығы бізге қарап таңғалып тұрғаны көрініп тұрды. Үйге қайтатын уақыт болды. Алайда мен бұрын жүріп көрмеген жермен келіп бір жігіт тоқтап еді, қасымызға бір ер адам келді. Ол адам менің әкеме келіп, Марго, бәрі жақсы өтті ме деп сұрады. Менің әкем, бәрі ойдағыдай бастық, сізге алғысымды қалай білдірерімді білмеймін деді. Ол адам менің әкемнен, бұл сенің балаң ба деп сұрап еді. Менің әкем, оның есімі Дэн деп жауап берді. Әлгі ер адам маған қарап, ана жердегі баллонды көріп тұрсың ба, соның біреуін маған әкеліп берші деді. Мен ол баллонды орнынан қозғай дей алмадым. Керісінше қолымды ауыртып алдым. Сол кезде менің әкемнің бастығы маған, сенің әкеңнің жұмысы қаншалықты ауыр екенін түсіндің бе деді. Сол кезде менің жылағым келіп кетті. Мен өз әкеме қаншалықты дұрыс емес жасап жүргенімді түсіндім. Ол маған керекті заттың барлығын алып беруге тырысатын. Үйдегі заттың барлығы оның еңбегіне алынған заттар еді. Бірде мен оған өте қымбат ойыншықты алып беруін сұраған едім.
Ол әлемдегі ең мықты адам болмаса да, менің жағдайымды жасауға тырысты. Менің әкемнің белі ауыратын, мен оны білетінмін. Соған қарамастан ол мен үшін еңбек ететін. Мен одан ұялғаным үшін өте қатты ыңғайсызданып қалдым. Бірнеше күн бұрын менің әкем қайтыс болды. Ол адам менің есімде мәңгі жақсы адам болып сақталады. Қазір университетте жұмыс жасап жатқаным сол адамның арқасында. Біздің ата-анамыздан ұялуымыз әлемдегі ең дұрыс емес нәрсе. Сондықтан барымызды бағалап жүрейік. Егер де бүгінгі видео ұнаса, төмендегі поделиться кнопкасын басып, достарыңызбен, туыстарыңызбен бөлісіңіздер. Алдағы уақытта каналымызда мағыналы видеолар ғана шығатын болады. Сондықтан каналымызға тіркеліп, қасындағы қоңыраушаны басып қойыңызды ұмытпаңыздар.